Қайырлы күн, достар. Менің есімім Қуанбай Ерназар деп аталатын екі ауыз сөзді біз осылай 20 минут жарты сағат бойы түсіре алмадық. Камераның алдында сөйлеу біз ойлағандай оңай емес екен. Өздеріңіз білетіндей, қазір заман күн сайын өзгеру үстінде. Бұрынғыдай покрасканы валикпен немесе кисточкамен жасайтын заман қазір қалып барады. Оның есесіне қазір осындай өте тиімді покраскаға арналған безвоздушный распылитель, қазақша ауасыз бүркіш деп аталатын техникалар қазір кеңінен таралу үстінде. Себебі бұл өте ыңғайлы, күніге 1000 квадрат покраска жасауға болады бір адамның күшімен. Адам күшін экономдап, жұмыс өнімділігін 5-10 есе арттыруға болады. Характеристикасына келетін болсақ, қозғалтқышының қуаты 2,8 киловатт, жұмыс өнімділігі минутына 4,5 литр деп жазылған. Биіктікке көтеруі 45 метр биіктікке дейін көтере алады. Қозғалтқышы 220 вольт. Сонымен бұл аппаратты біреуміз сатып алдық дейік. Сатып алған жағдайда қалай іске қосамыз бұл аппаратты? Ең бірінші аппаратты қосу туралы айтатын болсақ, бірінші мынау шлангысын жалғаймыз. Мықтап. Сосын мынау обратканың шлангысы жалғанады астына. Аппаратты қосуға арналған кнопка. Қосамыз. Ең бірінші міндетті түрде обраткадан су ағызамыз. Ол үшін стрелка төмен бағытта қарап тұру керек. Өздеріңіз көргендей шлангтан су шыққанына көз жеткізгеннен кейін ғана стрелканы бастапқы бағытқа қайтадан қоятын боламыз. Негізі аппараттың комплектациясына 15 метрлік шланг, 519 номердегі сапло, сосын бір пистолет покраскаға арналған, сосын жарты метрлік ұзартқышы болады. Аппараттың жалғыз құрайтын бөлшегі ол сальник. Бұл расходный материал, оны ауыстырып тұру керек. Бұл водоэмульсияны шашқан жағдайда 5000 квадраттың үстінде жетеді. Мынау сол аппараттың қозғалтқышы, бесчеточный двигатель, мынау платасы, миы, былайша айтқанда. Мынау әртүрлі сол аппаратқа арналған саплулар, әр красканың қоюлығына қарап, әртүрлі номердегі саплуаны таңдаймыз. Бұл саплулардың диаметрлері және шашу бұрыштары әртүрлі. Соған қарап номерлар жазылған. Бұл аппараттың шлангысын 50-60 метрге дейін ұзартуға болады. Сол шлангтерді бір-біріне жалғауға арналған соединение және де бір мезетте екі пистолетпен покраска жасауға болады. Андай тройниктерді жалғау арқылы. Аппаратты қолданған кезде екі жерін міндетті түрде тазалау керек. Оның бірі пистолеттің тұтқасындағы фильтр, екіншісі ол мына жерде тұрған фильтр. Оны да күнде болмаса да 4-5 күнде бір рет тазалап тұру керек фильтрді. Енді жаңаға жазылған характеристикаларын рас өтіріктігін тексеру үшін жұмыс барысында қазір көретін боламыз. Сіздерге қазір бір шелек водоэмульсия дайындық қойдық және бір қабырғаны краскілеп көреміз. Бұл кішкентай аппарат болғанмен екі пистолетпен бір мезетте покраска жасауға болады. Қазір екі пистолетпен покраска жасайтын боламыз. Және де сағатқа қарап, қанша уақытта қанша квадрат метр покраска жасайтынын қарап, есептеп 1000 квадрат істеуге бола ма жоқ па, соған көзіміз жеткізейік. Сонымен кеттік. Бізде водоэмульсия және 12 метр квадрат қабырға. Секундомерді қостық, бастық. Қанша уақытта бітіреміз?
жоқ 1 минут е? 1 минутта 12 квадрат. 11-де 7 квадрат метрді 1 минутта краскілесек, жарайды 11 метр квадрат дейік. Онда 10 минутта 110 квадрат, 1 сағатта 660 метр квадрат болады. Онда 1000 квадратты 1,5 сағаттың ішінде краскілеуге болады ғой. Әрине ол мынандай тегіс қабырғаларда ғана, біздің үйде терезе болады, есік болады, және де төбені бөлек бөлу керек. Уақытымыздың көп бөлігі жаңағы шашырап кетпес үшін еденді, төбені, терезелерді оқшаулауға кетеді. Ал красканы дайындап болған кезде шашуға азғантай ғана уақытымыз кетеді. Егер осындай толық қабырғаны тоқтамай краскілесек, бір күнде 10.000 квадрат краскілеп тастауға болады сияқты. Бір күн, демек 10 сағатта 10.000 квадрат краскілеп тастауға болады. 6.000 квадрат дейм, 10 сағатта 6.000 квадрат покраска жасауға болады. Сапасына келер болсақ, валикпен краскілеген қарағанда әлде қайда сапалы. Красканың расход көлемі валиктікімен үнемді болмаса, одан кем емес. Осы жерде мен сіздерге бұл аппарат кімдерге арналған, қандай жұмыстарға арналған және қандай материалдарды шашуға қолданылатыны туралы қысқаша мәліметті айта кетсем, бұл егер кішкентай 40-50 квадраттық пәтерлерде болса, покрасканың сапасы үшін ғана осы аппаратты қолдануға болады, ал жұмыс өнімділігі валикпен бірдей болып шығады. Себебі сіздің көп уақытыңыз бұл аппараттың красканың шашырамас үшін оқшаулауға көп уақытыңызды құртасыз. Ал егер де үлкен объектілер болса, 1000 квадраттан жоғары, онда осы аппараттың көмегімен жұмыс істесеңіз, жұмысыңыз жылдам әрі сапалы болмақ. Бұл аппарат осынша жұмыс өнімділігіне қарамастан сіздің бұзылып, сіздің мазаңызды алмайды. Егер бұзылған жағдайда жөндеу қиын емес, тек сальнигін ғана ауыстырып береміз. Егер де жарамай қалған жағдайда аппаратты толықтай басқасына айырбастап бере аламыз. Аппарат туралы тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Тағы да толық ақпараттар білгілеріңіз келсе, төмендегі номерге хабарласып, менеджерден кеңесін алсаңыз болады. Сіздердің көргендеріңіз ол біздің жасаған экспериментіміз. Алдағы уақытта сіздер біздің тұтынушыларымызбен жасаған сұхбаттарымызды көретін боласыздар. Және де басқа да фирмамыздың, компаниямыздың басқа да инструменттермен таныстыратын боламын. Біз эксперимент жасап характеристикасын тексеріп көрдік. Характеристикасын салыстыратын болсақ, 4,5 литр емес, бұл аппарат 2,2 литр минутына шашады екен. Және де қозғалғышының көлемі 2,8 емес, 2 киловатт. Және де тағы бір өтірік ақпарат, ол күніге 1000 квадрат покраска шашуға болады деген сөзге сеніп жүрсек, бір күнде емес, 1,5 сағатта 1000 квадрат покраска жасауға болады екен. Жұмысымызды аяқтағаннан кейін аппарат тазалауға 2-3 минут уақыт кетеді, көп болса. Ол үшін таза су құйылған шелекке шлангын салып, пистолетті таза су аққанша басып тұрамыз, сол жеткілікті. Таза су шықса, демек аппарат тазаланды. Келесі кезек ол міндетті түрде басында айтқанымдай пистолеттің фильтрімен аппараттағы фильтрді тазалап қойыңыз, ұмытпаңыз.